Қайырлы күн достар, тәніне саулығыз деген жандар. Мен жалпы тәжірибелік дәрігер Фариза Жанғалиқызы. Бүгін сіздерге витамин D-ның ағзада қандай қызметтері бар екен, сол туралы айтатын боламын. Ал келесі видеода витамин D-ны қалай қабылдаймыз, сол туралы айтатын боламын. Ал видеоны бастамас бұрын мен арнама тіркеліп, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Бірінші, витамин D ол прогормон болып келеді. Витамин D біздің ағзамызда гендік деңгейде әсер етеді. Яғни біздегі жасушаларға дейін әсер етеді. Жасушаның қабырғасы арқылы өтіріп, ядраға дейін барып, оның қызметіне әсер етеді. Біздің витамин D көп ағзаларға әсер етеді. Және сол себепті біз витамин D-ны жеткілікті мөлшерде қабылдау керекпіз. Бірінші, егер де витамин D жетіспейтін болса, бізде бірінші бастайтын болсақ, біздегі бас миында супрахиазмальды ядро болады, ол біздің ұйқымызды реттейтін орталық болып келеді. Егер де витамин D жетіспейтін болса, адамда ұйқысыздық болуы мүмкін. Егер де түнді ұйқыдан оянып кететін болсаңыз, онда сізде витамин D жетіспейді. Ұйықтардан алдын витамин D қабылдаған дұрыс. Екінші, біздің егер де витамин D жетіспейтін болса, ол когнитивті қызметке көмектеседі, қатысады, реттейді. Яғни, егер де когнитивті біздің қызмет бұзылатын болса, біздің бір нәрсеге зейін қоя қабілетіміз төмендейді, және де біздің есте сақтау қабілетіміз төмендейді. Сол себепті, егер де есте сақтау қабілетіміз төмендеген болса, немесе бір нәрсеге зейін қою қабілетіміз төмен болса, онда витамин D қабылдаңыз. Біздің витамин D біздің көңіл күйімізге әсер етеді. Айларында сізде витамин D жетіспегендіктен сізде көңіл күйіңіздің төмендеуі, яғни аффективті бұзылыстар болады. Көңіл күйіңіздің төмендеуі, және де ештеңеге бір зауқыңыз соқпауы, ашуланшақ, және де қорқыныш, үрей сезімдері болатын болса, онда витамин D қабылдаған дұрыс. Келесі, витамин D біздің шашымыздың өсуін реттейді. Яғни, егер де витамин D жетіспесе, sizin шашыңыз құрғақ және тез түскіш болып келеді. Шашыңыздың көп бөлігінің түсуіне де алып келуі мүмкін. Сол себепті шашыңыз көп түссе, онда витамин D-ңізді тексеріңіз. Келесі, витамин D біздің терімізге де әсер етеді. Яғни, біздің псориаз және экзема секілді аурулар болатын болса, онда витамин D-ға тексеріңіз. Және егер терідегі витамин D жетіспесе, теріде меланома секілді рак аурулары пайда болуы мүмкін. Және де витилиго, яғни пигментацияның жетіспеуі терінің аппақ болуы жатады. Мұрын қуысында бізде витамин D-ның рецепторы болады. Егер де витамин D жетіспейтін болса, онда адамда синусит, ринит көп болуы мүмкін. Сол себепті, егер де мұрынмен проблемаңыз көп болса, онда витамин D-ны тексеріңіз. Келесі, біз көзге келетін болсақ, егер де катарактаға бейім болатын болсаңыз, немесе макулярлы дегенерацияға болатын болса, онда витамин D-ңізді тексеріңіз. Тимус кішкентай балаларда үлкен мөлшерде болады, уақыт өте келе оның мөлшері кішірейеді. Соған сәйкесінше біздің иммунитетіміз төмендеуі мүмкін. Ал ол үшін, иммунитетіңіз төмендемеу үшін сіз витамин D қабылдау керекпіз. Тимус бізде, яғни біздің иммундық жүйемізді Т және Б лимфоциттерден тұрады. Осы Т лимфоцит, Б лимфоцит арқылы біз ағзадағы вирустық инфекциялармен күресеміз. Сол иммунитетіміз төмендеген жағдайда, онда витамин D қабылдаған дұрыс. Витамин D төмендесе, біздегі көптеген аутоиммунды аурулар пайда болады. Аутоиммунды аурулардың активациясын төмендететін, активностін төмендетуге дейін алып келеді. Себебі витамин D өте күшті табиғи қабынуға қарсы препарат болып келеді. Сол себепті, егер де ағзада қандай да бір қабыну процесі болатын болса, витамин D қабылдасаңыз, оның активностілігі басылады. Келесі, егер де сізде щитовидкамен қалқанша безімен проблема болатын болса, гипотиреоз или гипертиреоз болатын болса, онда витамин D қабылдағаныңыз дұрыс. Себебі ол қабынуға қарсы әсер еткендіктен аурудың ағымын басады. Тіске келетін болса, тісіңіздің тістегі кальцийді орнына қоятын
қандағы кальцийді тіске және сүйектерге жеткізетін ол витамин Д болып келеді. Яғни тісіңіз көп түсетін или тісіңізбен көп проблема болатын болса, витамин Д-ңізді тексеріңіз. Егер де балада анасында витамин Д жеткіліксіз болса, балада уақыт өте келе туа пайда болған немесе жүре пайда болған өзгерістер болуы мүмкін. Яғни омыртқасы мен сколиоз болуы мүмкін, немесе рахит секілді аурулар, немесе плоскостопия, яғни жалпан табандылық болуы мүмкін, немесе жақ сүйегінде проблема болып, сол себеп болуы мүмкін. Сол себепті егерде сүйекпен проблемаңыз болса да витамин Д-ны тексерген дұрыс. Өкпеге келетін болсақ, өкпедегі егерде астма болатын болса, астмадағы өкпені ашуға көмектесетін витамин Д болып келеді. Яғни өкпеңізде де қандай процесс болатын болса, аллергиялық реакция болатын болса, онда витамин Д-ны тексергеніміз дұрыс болып келеді. Ал келесі бізде бұлшықеттерге келетін болсақ, бұлшықеттердің осы жиырылуына, босаңсуына кальцийдің қызметі зор, ал кальцийді реттейтін витамин Д болып келеді. Ал осы егерде аяқтарда судорога болатын болса, немесе жалпы физикалық белсенділіктен кейін аяқтың тырысуы сондай болатын болса, витамин Д-ны тексергеніңіз дұрыс. Ал келесі біздегі бүйрек үсті безінде біздің негізгі гормон кортизол дейтін гормон болады. Кортизол мен витамин Д-ның екеуінің құрылысы ұқсас болып келеді, және қызметі тығыз байланысты. Витамин Д мен кортизол екеуін, кортизол жоғарса, онда витамин Д-ға қажеттілік жоғарылайды. Яғни ағзада кортизолыңыз жоғарса, онда витамин Д-ны көп мөлшерде қабылдау керек боласыз. Ұйқы безіне келетін болса, ұйқы безінде бізде инсулиннің өндірілуіне витамин Д қажет болады. Сол себепті егерде панкреатит болып, ұйқы безімен сізде проблема болатын болса, сахарный диабет, яғни қант диабеті болатын болса, онда сіз витамин Д-ны қабылдасаңыз, ол қант диабетінің активінің ағымның баяулауына әсер етеді. Яғни жағдайыңыз жақсарады витамин Д қабылдағаннан кейін. Жүрек жағынан ауру болатын болса, жүрегіңіз мазалайтын болса, онда витамин Д қан тамыр қабырғасындағы қабыну процестерін басып, жүректің жақсы жұмыс жасауына алып келеді. Егер сізде давление болатын болса, қан қысымы жоғарылайтын болса, онда сізге витамин Д-ны қабылдаған дұрыс, себебі ол витамин Д қан қысымының төмендеуіне де алып келеді. Егер сізде простата үлкейетін болса, аналық безінде де қабыну процестері болатын болса, витамин Д қабыну процесін басады. Сонымен қатар, егер сізде буындарыңыз ауыратын болса, онда витамин Д осы қабыну процесін басу арқылы буынның ағымын төмендетеді, яғни ауруын төмендетеді. Ал витамин Д-ның жақсы жұмыс жасау үшін бізге магний керек. Сол себепті витамин Д-ны магниймен қабылдаған дұрыс. Осымен видеомыз соңына жетті. Егер де видео ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, лайк қойып, комментарий жаза отырыңыз. Келесі видеода кездескенше.